Дүйсенді ауылының қатары да еркектері де қара бала дейді. Қара бала деп атандырып жүрген көбіне қатындар. Дүйсеннің өзінің түрі де қатындардың сөзін расқа шығарарлық. Тышқан көздеген, бет аузы бір уыз қатқан қара, бойы тапалтақ жүрген тұрғаны ықшамақ, мінезі де бала секілді. Ауыр айтсаң, ол кектенбейді, арсалаңдап күліп жүре бергенін көресің. Қара балаға қатындар үйіне қыдыра барса, ананы әпер, мынаны әпер деп жұмсап болады. Қара балада арлану жоқ, айтқандарының бәрін істейді. Кейде бұлданып, сендердің жалдап қойған майлыларың мен емеспін десе, қатындар қараңғыланып қарғап болады. Іңірдегі шайды ішіп алған соң, қара баланың кәсібі ауылды қыдыру. Бір үйден шығып екінші үйге барып, кезеді де жүреді. Сол кезумен жүріп, ауылды тегіс жатқызып, үйіне жарық сөнген соң келіп, пештің жандағы ескі тулақты сипалап жүріп, тауып алып, қисайып жата кетеді. Жұрттай жанын баптау, төсекті салып шешініп жату қара баланың әдетінде жоқ. Кейде кәрі шешесі келіп, шешініп жату дегенді білмейсің, битте құрттап жүргенің сен неғып адам боласың деп сөгіп те алады. Ауылды кезгенде қара бала әңгіме бақпайды, әңгімеге үйірлігі жоқ. Барған үйінің еркектері бір нәрсені сөз қылып отырса, қара бала оны тыңдауға жалығып, әйелдер жағын айналдырады. Нан илеп жатқан, от жағып отырған әйелдердің жанына қатарласа отырып, аузына келгенін сапырады. Үй оңаша болса, өлең де айтып жібереді. Ондайда көбіне әйелдердің өздері сұрап айтқызады. Қара баланың өлеңдері ауыл әйелдерінің бәріне таныс. Қара бала, өлең айтып жіберші десе, оқтауды домбыра қылып, қара бала бар саусағымен сыңғырлатып, даусымен шақырып жібереді. Мінгенім көш алдында құла жирен, қатындар ынтық болсаң әнімді үйрен, бір көріп дидарыңды сөйлеспекке, әдейі ат терлетіп келдім үннен. Құла атым құлынына арда емген, бәйгеде мың сан аттан озып келген. Сақтаулы өлгенімше мықты белгі, жан қалқа орамалың өзің берген. Қатындар, сен де сәлім, мен де сәлім, бұл елге сен болмасаң келмес едім. Қайырлып ақша беттен бір сүйгізсең, жетпесе нағажалым өлмес едім. Бұл қара баланың күнде айтып жүрген өлеңі. Мұның тыңдаушыларға ешбір парыз қаржы жоқ сияқты. Қара баланың өзіне де солай көрінеді. Бірақ кейде осы өлеңді айтып отырғанда қара баланың ойына бірдеме түсіп кететін секілді. Қара бала ойлаған ойын біреу сезіп қалама дегендей, ондайда жан-жағына жалтақтап қарай береді. Бетіне тура қарап отырған адамды көрсе, осы құрып қалғыр сезіп қалмаса иге дегендей, бетіне қан жүгіріп қызара бастайды. Түн енді ауылды бір сыпыра қыдырып, енді үйіне қайта бергенде, қара бала Балғабайдың үйінің терезесіндегі жылтыраған отты көрді. Жатпағаны білген соң барып, біраз отырғысы келіп, жарым жолдан бұрылды. Лапастың түкпірінде жатқан сабалақ жүнді қара ит қараңғыда дыбыспен азырақ ырылдай түсті де, қара бала екенін сезгендей үнін өшіріп, қайтадан бүк түсіп орнына жатты. Үйде жалғыз балғын еді. Көрші үйіне қонаққа келіп, Балғабай сонда ет жейім деп қыдырып кетіп, балғын жалғыз отыр еді. Төсегін салып, киімін шешіп, енді жата берем дегенде, есіктің алды тықырлаған соң, Балғабай шығар дегендей, мойын созып қарай бергенде, арсалаңдаған қара бала кіріп келді. Өй, қараңғалғыр, сен екенсің ғой? Немене, менен басқа күткенің бар ма еді? Бар еді, дұрыс айтасың, деп балғын күлімсіреп, көрпесін жамылып жата кетті. Көрпеден өзі ғана көрінеді. Көрпеден көрінген көз күлімдеп қара баланы тесіп бара жатқан секілді. Балғын бұлайша ажарлы адам. Қызыл шырайлы, қыр мұрынды, көзі күлімдеп, жайшылықтың өзінде де адамды өзіне тартып тұратын секілденуші еді. Қара бала балғынға үйір болып араласқысы да келетін. Бірақ Балғабайдың мінез жаман, үйіне біреу келсе, әсіресе жастау бозбала келсе, қабағын қарс жауып түнерет те отырады.
Қара балаға да сондай пішін көрсетіп жүріп, ыржаңдай беріп, жын қақты ма деп бір күні жекіріп те тастаған. Содан бері қара бала бұл үйге сирек қатынаушы еді. Қағыңғыр, ауылды кезесіңде жүресің, осы сен не іздейсің деп балғын тағы да көзін күлімдетті. Ойбай жеңеше, менің іздейтінім көп қой. Ал немене, айтшы. Қазір айтуға болмайды. Неге? Оңаша айтамын. Балғын сылқылдап күлді. Күлісі бар қара баланың ішін өртеп жібергендей болды. Байғұс-ау, осыдан оңаша жер болушы ма еді? Бүкіл үйде екеуден екеу емеспіз бе? Деді. Қара бала сөз таба алмай қалды. Чайшылықта әзілдескенде судай сіміретін сөзінің бірі де жоқ. Бәрі де балғынның отты көзінің лебімен әлде қайда бытырап қашқан секілді. Етпетінен жатқан күйі қара бала басын азырақ көтеріп, көзінің қиығымен балғынға қарады. Балғынның отты көзі көрпеден жылтырап, әлі күлімсіреумен жатыр екен. Неге қарадың? Бірдеме айтқың келді ме? Балғын дауыс шығардыңғандай қырын күлді де. Жарайды, айтпай-ақ қой, оңашада айтарсың, әлгі келіп қалар, үйіңе қайт, деп көрпесін бүркеніп, іргеге қарай аунап жатты. Қара балада мал дегенде торат, сынық мүйіз, қоңыр сиыр, қара баспақ бар. Қара баспақ төзіне емес, ұзатқан апасы биыл жас төркіндеп келіп, соған беріп қойған. Қораға жапсыра, үйден аз ғана салам, құрт құрақ шөбі бар. 3 мал бірдей бос жүрген соң шөпті белеурден көбін жерге төсек қылып таптап тастаған. Шашылған шөпті жиып, малдың туратын жерін күре деп шешесі неше рет айтты. Қара бала орындаған емес. Орындайым демейді, мойны жар бермейді. Таңертең тұрып қыдырса, оралып үйіне келгені кеш болады. Байдың үйіне дуаннан келе жатқан бір төре түсетін, соған ет асататынын айтып отырғанда күн батып та кетті. Жұрт сан сапалақ болып малын қамап жатқанын көрген соң торат пен қоңыр сиырға рақымы түсіп, қамап тастайын шеп деп албырға келді. Қоңыр сиырды қақпақтап қораға айдай бергенде албарынтал сырт жағындағы үй төбесінде жүрген балғынды көрді. Пештің мұржасын ашып жүр екен. Мұржаны ашып болып қара баланы көріп азырақ кідіріп тоқтаған сияқтанды. Қара бала көлеңке тартқан кез ғой, көзінің күлімсіремегенін байқамай қалды. Бірақ балғынның үйіне барғанша асықты. Қоңыр сиырды кіргізіп, қораның аузын жабуға шыдай алмай, шомнан қағып түсіп, балғынның үйіне жетіп келді. Үй іші қара көлеңке. Пештің алдына жүресінен отырып, балғын от тұтатып жатыр екен. Сыңғыр тиген от лапылдап, сәулеленіп, балғынның бетін қара балаға жарқ еткізді. Балғын бұрылып қарап, сенбісің? Деді. Отыр, тоңып келген шығарсың, отқа жылын. Балғынға қатарласа, жүресінен қара бала отырды. Сыңғырлата тиген от дүрілдеп жанып, қою түтін кейде лап беріп пештің аузынан кейін тебеді. Ащы түтін көзге, мұрынға кіріп, булықтырған кезі де болды. Балғын қара балаға кішкене қарап отырды да, оңаша айтам деген сөзің бар еді ғой, енді айтшы, деді. Қара бала келуін келсе де, осыны айтайыншы деген ыңғайланған сөз жоқ еді, сондықтан мүдіріп қалды. Жеңеше, бүгін ағам келмейді ғой, я? Келмес. Жалғыз жатуға қорықпайсың ба? Қорықсам сен барсың ғой, келіп жатарсың, деп балғын қара балаға қарап күлімсіреді. Екеуі біразға шейін тағы үнсіз отырды. Малдан қалған ескі саңылтырды балғын пешке құшақ-құшағымен тығады. Зулап жанған от бетті қыздырып тысылдатып барады. Сен мені жеңеше дейсің, өзіңнің жасың нешеде? 22-де. Қараңғылғырау, менімен түйдей құрдас екенсің ғой. Пешке сыңғырды сымбалап толтыра түсіп, балғын тағы да сөзге кірді. Жамансың ғой, замандастарыңмен ойнап күлуді де білмейсің. Ұялам ғой. Қара бала күрсінді. Неге ұяласың? Менімен түйдей құрдассың. Замандас адамның ойнап күлгенінде ұят бола ма екен?
Қара бала бұған қарсы айтуға сөз таба алмады. Басы тұманданып, ақыл ойының қайда екенін де білмеді. Қолы өзінен өзі барып, балғынның қолын ұстады. «Өй, ақырын, ауырттың ғой». Балғын ашуланып қалды мекен деп, қара бала сезіктене секектеніп кетті. Күлімсіреп отырғанын көрген соң балғынның көңілі орнына түсті. Біреу аңдып тұрғаннан жаман қара бала сезіктене түсті. Лапасқа кіргенде сыбдырын білдірмеймін деп аяғының ұшын ғана басты. Буыны қалтырап, аяғы сүйретіліп жүруге келмейді. Есікке келіп тұтқасын ұстаған соң азырақ тұрып демін алды. Бәрінен қиыны есікті ашу болды. Ашар-ашпасын білмей, екі ойланып бір сыпыра тұрды. Есікті ашып қалған ыңғайға жылы лап бетке соғып, бойын жандандырған секілденді. Қалтыраған күймен ептеп қана басып пешке келіп сүйкенді. Жерде жатқан саңылтыр сыбдыр етсе, қара баланың жаны шығып кете жаздайды. Пешке таяу балғынның төсегі. Мынау қарауытып жатқан балғын болса керек. Демін білінер-білінбес қана қылып жатыр екен. Қара бала тізерлеп отырып, қолымен қарманып еді, балғынның қолына кез болды. Жылы жұмсақ қол қара баланың қолын қысып, күйдіріп бара жатқан секілді. Содан былай төсекке қалай жатқанын, қалай құшақтасқанын, қалай сүйіскенін қара бала бірін де білген жоқ. Терезенің алды тықырлап барады. «Ойбай, ағаң болмаса игеді» деп балғын басын көтеріп қалды. Шақыр-шұқыр дыбыс лапастың ішіне келіп қалды. «Масқара болдық, ағаң екен. Қаңғыр, қараңды батыр» деп балғын жыламсырап сала берді. Есіктен шығуға болмай қалды. Терезені бұзудың тағы жөні жоқ. Қара бала сасқалақтап, «Енді қайтем» деді. «Жоғал, қараңды батыр, ана пештің қуысына кір». Жаман тонын қудыратып, пешке бетін жырғыза мырғыза қара бала пештің қуысына кіріп те кетті. Қатқан етігі шықырлап үйді басына көтеріп Балғабай келді. Қалтырап сасып төсекте отырған күйі балғын қарсы алды. Дауысы шығар-шықпас: «Бөтен біреу ма деп зәрем кетті ғой, түн келетін болсаң айтып кетпейсің бе?» деп балғын наз қылған болды. «Киімін шешінбес шешінерден жанына кел. Қорықпа, мен ғой жолдағы ауылға қона кетем деп ойлап едім. Жалғыз жатуға сені қорқар деп қонбай келгенім дұрыс болды» деді. Балғын қорқыныштан құтылып, еркіндік айналды. «Тоңып келген шығарсың, өзім шешіндірейін» деп Балғабайдың белбеуін шешіп, күпісін жеңімен тартты. Балғабай етігін қазан пештің қуысына апарып қояйын деп еді. «Сен шешіне бер, өзім апарып жаяйын» деп балғын етікті ала жөнелді. Қуысқа бүк түсіп жатқан қара баланы көрді. Етікті жайып жатып, дыбысыңды шығарма дегендей болып, балғын оның төбесінен басып қойды. Төсекке жатысымен балғын байын құшақтап аймалап сүйді. «Келгеніме қуанып қалған екен ғой» деп Балғабай нысаттанды. Бірақ балғынның сүю шын сүю емес еді. Қосылғандарына 7 жыл екен. Балғабай биыл 47-де. Содан бері бүйтіп жақсы көрсе қайда қалған. Балғын шынында Балғабайды